1391 жыл. Алтын Орда. Құндыршы өзені маңында екі ұлы әмірші кездесті. Бірі Алтын Орданы біріктіріп аяққа тұрғызған Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болған Тоқтамыс хан. Ал екіншісі Тұран әміршісі. Адамзат тарихындағы ең ұлы жаулап алушылардың бірі. Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болмаса да, оның ізін жалғастырушы Әмір Темір. Бұл шайқаста кім жеңіске жетеді? Каналға жазылып, өз ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Біз бұл оқиғаны басынан бастайтын боламыз. (1357 жыл). Алтын Орда тарихындағы күрт өзгерістің бастамасы. Бұл жылы Жәнібек хан дүниеден өтті. Ол өз дәуірінде орданың ішкі құрылымын нығайтқан, ислам дінін қолдаған, саяси тұрақтылық орнатуға ұмтылған билеуші еді. Жәнібектен кейін таққа отырған оның ұлы Бердібек хан билік үшін туыстарын өлтіріп, қатыгездігімен танылды. Оның билігі тек 2 жылға ғана созылды. Бердібек өлгеннен кейін Алтын Ордада ұлы дүрбелең кезеңі басталды. Бұл 20 жылға созылған ішкі саяси тұрақсыздық кезеңі. Тарихшылар бұл уақытты ұлы анархия, хансыз жылдар деп атайды. 1360-1380 жылдар аралығында орданың тағына бірінен соң бірі келген хандардың есебі жиі шатастырады. Әртүрлі деректер бойынша хандар саны 20-дан асқандығын білуге болады. Осы кезеңде Алтын Орда іштей екіге жарыла бастады. Шығыста Ақ Орда, ал батыста Қырым мен Еділ бойын иемденген хандық топтар пайда бола бастады. Хандықтың батыс бөлігіндегі ең беделді адам ол Беклербек Мамай еді. Мамай Қырым мен Қаратеңіз маңын өз бақылауына алып, Мәскеу мен Рязанға салық салуды жалғастырды. Бірақ орталық билікке ие бола алмады, себебі Мамай Шыңғыс ұрпағы болмады. Ол өз билігін заңдастыру үшін қуыршақ хандарды таққа отырғызды. Осы уақытта шығыстағы Ақ Ордада Ұрыс хан мен оның ұрпақтары тәуелсіз саясат жүргізе бастайды. Бұл болашақ Тоқтамыстың тарих аренасына келуіне алғышарт жасады. Жошы ұлысының аумағында енді билік вакуумы қалыптасты. Орталықтан бақылау жоғалды. Жасақ жинау, салық салу, сауда жолдарын бақылау бәрі аймақтық билеушілердің қолына өтті. Осылайша 1359-1380 жылдар аралығы Алтын Орданың іштей ыдырап аймақтық хандықтарға бөлінген кезеңі болды. Осы бір аласапыран заманда орталық Азияда, дәлірек айтқанда Мәуереннахрда тыныш еместі. Шыңғыс ханның екінші ұлы Шағатайға берілген ұлыс Шағатай хандығы 14 ғасырдың ортасында бірнеше бөлікке бөлініп кетті. 1330 жылдардан кейін мұнда да орталық билік әлсіреді. Шығыс Шағатай ұлысында, яғни Моғолстанда қазіргі Жетісу мен Шығыс Түркістан аймағында моңғол ақсүйектері мен жергілікті түркі әмірлерінің билік үшін күресі басталды. Батыс Шағатай ұлысында, яғни Мәуереннахрда, Хорезм, Бұхара, Самарқанд қалаларында билікке талас күшейді. 1346 жылы Әмір Қазаған атты түркі қолбасшысы билікті өз қолына алды. Ол Шыңғыс тұқымынан болмады, сондықтан Әмір атағын иемденген еді. Осындай қиын қыстау бір заманда 1336 жылы Өзбекстан аумағындағы Кеш қаласы маңында Барлас руының биі Тарағайбектің отбасында Темір дүниеге келді. Барлас түркіленген моңғолдың текті тайпасы. Кейін исламды қабылдап, жергілікті мәдениетпен біте қайнасып кеткен этнос. Темірдің әкесі Тарағай Шағатай ұлысының ықпалды бектері еді. Темірдің арғы тегі Шыңғыс ұрпағы болмаса да, ол өз билігін заңдастыру үшін әрдайым Шыңғыс әулетімен одақтасты, немесе
солардың атынан іс жүргізіп отырды. 1358 жылы Әмір Қазаған өлтірілгеннен кейін Темір саяси вакуумды пайдалана білді. Ол алғашында Қазағанның орнын басқан Әмір Хусейнмен одақтасып, бірге Самарқанд, Бұхара, Хорасанға жорық жасайды. Алайда Темір мен Хусейн арасында билікке байланысты кикілжің туады. Ақыры 1370 жылы Балх қаласын қоршаған шайқаста Темір Хусейнді жеңіп, оны өлтірткізеді. Осылайша Темір Мәуереннахрдағы бірден-бір билеушіге айналды. Дәл осы жылы ол Шағатай хандығының мұрагері Сұйырғатмышты формальды хан етіп жариялап, өзі әмір титулын иеленеді. Осы арқылы Шыңғыс заңдары мен дәстүрін бұзбастан нақты билікті өз қолына шоғырландырады. Жошы ханның үлкен ұлы Орда еженге қарасты жерлер Ақ Орда деп аталды. Оның орталығы Сырдария бойындағы Сығанақ қаласы болды. Ақ Орда құрамына қазіргі Қазақстанның оңтүстік, шығыс және орталық аймақтары кіретін. 14 ғасырдың ортасында Ақ Ордада да ішкі билік күресі басталды. Ұрыс хан Ақ Орданың беделді билеушісі, алайда оның тұсында да ішкі бірлік толық орнаған жоқ. Ұрыс ханда өзінің қарсыластарын бірінен кейін бірін көзін жоя бастады. Солардың арасында Маңғышлақтың басшысы Түйқожа да бар еді. Түйқожа өлтірілгеннен кейін оның ұлы Тоқтамыс 1376 жылы Мәуереннахр билеушісі Әмір Темірге жан сақтау мақсатында бас сауғалады. Бұл Темір мен Тоқтамыс арасындағы одақтың бастамасы еді. Бірақ олардың қарым-қатынасы кейін қанды соғысқа ұласатынын ол кезде ешкім білген жоқ. Тоқтамыс Ұрыс ханның туысы, Ақ Орда мен Алтын Орда хандықтарында оның да үлесі бар еді. Осы геосаяси вакуум Әмір Темір үшін таптырмас мүмкіндік болды. Иран мен Кавказдағы Илхан ұрпақтары жойылды. Мәуереннахрда Шағатай билігі әлсіреді. Ақ Орда мен Алтын Орда ішінде дүрбелең күшейді. Тоқтамыс секілді тұлғалар жаңа қолдаушы іздеді. Темір бұл мүмкіндікті тиімді пайдаланды. Ол алғашында тек Шағатай ұлысының қорғаушысы ретінде әрекет етті. Бірақ шын мәнінде бүкіл орталық Азиядағы билікті өз бақылауына алуға кірісті. 1377 жылы Тоқтамыс Әмір Темірдің қолдауымен Алтын Орданы жаулап алуға кірісті. Алайда алғашқы шайқаста Ақ Орданың ханзадасы Ұрыс ханның ұлы Құтлық Бұғаның қаза тапқанына қарамастан Тоқтамыс жеңіліп Темірге қайта қашуға мәжбүр болды. Көп ұзамай Әмір Темір оған мықтырақ әскер берді. Тоқтамыс Алтын Ордаға екінші рет жорық жасады. Бірақ бұл жолы Ұрыс ханның ұлы Тоқтақиядан жеңіліп, тағы да Темірге қашуға мәжбүр болды. Ұрыс хан Әмір Темірден Тоқтамысты беруді талап етті. Бірақ Темір Тоқтамысты Ұрыс ханға беруден бас тартты. Содан кейін Әмір Темір Ұрыс ханға қарсы Алтын Ордаға жорыққа дайындала бастады. Көп ұзамай Орда аумағына кіріп, Сығанақ қаласының маңына келіп орналасты. Алайда қатты аяз салдарынан әскерлер қару ұстауға қауқарсыз болды. Сондықтан Темір жорықты көктемге шегерді. Келесі жылы шешуші қақтығыс тағы да болмады. Себебі Ұрыс хан кенеттен қайтыс болды. Тоқтақияның қысқа уақыт билік етуінен кейін Ақ Орда тағына Темір Мәлік отырды. Әмір Темір берген әскермен Тоқтамыс Ордаға қайта шабуыл жасады. Бірақ тағы да жеңіліп, әрең дегенде аман қалды. Темір Мәліктің көптеген әлсіз тұстары мен кемшіліктеріне байланысты оның билігі әлсірей бастады. Мұны пайдаланған Әмір Темір Тоқтамысты тағы да Алтын Орда тағына отырғызу үшін жорыққа аттандырды. Бұл жолы Тоқтамыс Темір Мәлікті жеңіп, орталығы Сығанақ болған Ақ Орданың
билеушісі атанды. 1378 жылдың көктемінде Ақ Орданың құлауынан кейін Тоқтамыс Мамай бақылауындағы батыс бөлікке, яғни Көк Орда аумағына жорық жасады. 1380 жыл. Алтын Орда тағына отырған Тоқтамыс ханның билікке жетуінде Әмір Темірдің саяси әскери қолдаулары маңызды рөл ойнады. Тоқтамыс хан саяси тұрғыда жігерлі әрі шешімтал лидер екендігін көрсетті. Оның таққа отыруымен Алтын Ордадағы тұрақсыздық жойылды және мемлекеттің саяси территориялық бірлігі қалпына келтірілді. Тоқтамыс хан мен Әмір Темір екеуі де үлкен билік амбицияларына ие болды. Әмір Темір әлемдік держава құруды мақсат етсе, Тоқтамыс хан Алтын Орданың Өзбек, Жәнібек хан кезеңдеріндегі саяси экономикалық қуатын қалпына келтіруді көздеді. Осы мақсат жолында ол бұрынғы қамқоршысы Әмір Темірдің өзіне жасаған жәрдемдерін ұмытуға мәжбүр болды. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біз видеоны әрмен қарай жалғастырамыз. Екі тараптың арасындағы соғыс өртін тұтандыруға екі бай аймақ себеп болды. Олар: біріншісі Хорезм, ал екіншісі Әзірбайжан. Хорезм бұрыннан Алтын Орда құрамында болса, Әзірбайжан ежелден жошы ұлысының көз тіккен аймағы саналды. Аталған екі аймақты 1380 жылдары Әмір Темір өзінің державасының құрамына қосуға ниетті екендігін байқатты. Бірақ Алтын Орда ханы Тоқтамыс батыл әрекеттер жасап, 1385 жылы Әзірбайжан астанасы Тебризді жаулап алды және көп олжамен кері оралды. Тоқтамыстың Тебризге жасаған жорығы Әмір Темірге бір үндеу тастағандай болды. Осының артынша Темірдің өзі де Әзірбайжанға басып беріп, оны өз империясының құрамына қосты. Әмір Темірдің Әзірбайжан тарапында жүргендігін пайдаланған Тоқтамыс 1387 жылы Хорезм билеушілерін Әмір Темірге қарсы көтеріліс жасауға итермеледі және оларға қолдау білдірді. Осы арада Хорезмнің билеушілері де Алтын Ордаға бағынуға ниетті екендіктерін танытқан болатын. Артынша Тоқтамыс 90 мың әскермен Мәуереннахрдың өзіне Әмір Темірдің империясының орталығына жорық ұйымдастырды. Алдынан шыққан Темірдің ұлы Омар Шейх басқарған әскердің күл-талқанын шығарды. Одан кейін Зерафшан аймағын талан-таражға салып, Бұхара қаласын қоршауға алды. Тоқтамыстың Мәуереннахрдағы ойрандарын ести сала, Темір орталық Азияға қайта асықты. 1388 жылы Темір Самарқандқа оралды және Тоқтамыс тарапында өзіне қарсы шыққан Хорезмді жазалауды қолға алды. Хорезм аймағы қайтадан Темір мемлекетінің құрамына қосылды. Тоқтамыс 1389 жылдың көктемінде Моғолстан билеушісі Камараддинмен бірге Мәуереннахрға тағы соққы жасауға ұмтылды. Тоқтамыстың алдыңғы қосындары сырдың арғы бетіне өтіп, Мәуереннахрға енді. Тоқтамыстың өзі негізгі әскермен Сауран, Яссы шаһарларын қоршауға алды. Әмір Темірдің әскері Алтын Орда күштеріне бір қатар қиындықтармен тойтарыс берді және сырдың арғы бетіне қайта ысырды. Осыдан соң Алтын Орда әскері Мәуереннахрға жорық жасамады және Еділ тарапына қайта оралды. 1389 жылдың ортасында Темір өзіне қарсы көтеріліс жасаған Хорасанға жорық жасады және көтерілісті аяусыз жаныштады. Одан соң Тоқтамыспен одақтасып Мәуереннахрға шабуыл жасаған Моғолстан билеушісі Камараддинге қарсы шешуші жорықты бастады. Осы жорықтар Моғолстанды бір жолы Темір державасының вассалына айналдырды. Одан соң 1390 жылдың көктемінде Темір үлкен құрылтай шақырып, Алтын Ордаға қарсы жорықты талқыға салды. Құрылтай нәтижесінде 300 мың әскер жинау жоспары бекітілді. Алтын Орданың әскери қуаты мен Тоқтамыстың саяси әскери дарынын ескеріп, осыншама үлкен армия жинақтауға жарлық берілді. 1391 жыл қаңтардың 18-і Темірдің ауыр әскері солтүстікке Алтын Ордаға бағытталған жорықтарына кірісті. Самарқандтан шыққан армия алдымен Ташкентте ұзақ аялдады. Сырдариядан өткен соң Отырар түбінде кідіріс жасады.
1391 жылдың наурызында Темірдің армиясы Яссы, Сауран шаһарларын жанып өтіп, Қаратаудың сілемдеріне шықты. Осы тұста сопылыққа ерекше ізгілік танытатын Әмір Темірдің Яссы шаһарындағы әулие Қожа Ахмет Яссауидің мазарына зиярат жасағандығын анық болжаймыз. Себебі осы жорықта оған рухани демеу болып, Яссауи сопылық тариқатының ірі ғұламасы Мир Сейд Бараканың жүргендігі деректерде нақты айтылады. Сәуірдің 16-сы күні Әмір Темір әскері қазіргі Жезқазған қаласының маңындағы Кішітауға жетеді. Қаракеңгір өзенінің бойында аялдама жасайды. Одан соң 2 күн жүріп Ұлытауға тоқтайды. Ұлытаудан 10-15 шақырымдай жердегі Алтышоқы деген таудың қыратында 300 мың әскерге қолдан төбе жасауды бұйырады. Содан кейін өзін Туран сұлтаны деп атайды. Тасқа қашатып, жорық мәнін баяндайтын белгі қалдырады. Бұл тас белгіні кейін қазақтың белгілі академигі Қаныш Сәтбаев 1935 жылы тапқан болатын. Ол жәдігер қазір Эрмитажда сақтаулы тұр. Ақыры үлкен шайқас 1391 жылдың 18 маусым күні орын алады. Шайқас Құндыршы деген атпен тарихта қалды. Құндыршы дегеніміз Ресейдің Самара облысының аумағындағы ұзындығы 370 шақырымға созылатын шағын өзен. Осы өзеннің бойында 14 ғасырдағы ғаламат шайқастардың бірі көрініс тапты. Шайқасқа Әмір Темір қол астында 300 мың, кейбір деректерде 200 мың жауынгер қатысты делінеді. Тоқтамыс тарапында бір қатар деректерде 250 мың, бір деректерде одан да көп әскер қатысты делінеді. Мұхтар Мағауин болса Тоқтамыстың 70-80 мың, ары кетсе 100 мыңдай жауынгер жинайтын уақыты болды деп жаңа пайым ұсынады. Құндыршы бойындағы шайқас екі жақтың әскерлерінің шептерін түзеу мен барабан сырнай үнімен басталды. Әмір Темір өз әскерін 27 қосынға бөлді және 2 қосынды резервке сақтады. Әмір Темір әскерінің ортаңғы қанаты жаяу әскерден құралды және неше соғыс сынынан өткен жауынгерлермен ерекшеленді. Сонымен қатар жаяу әскер үлкен қалқандармен қорғанды. Үлкен қалқандардың шешуші қызмет атқарғандығын кейіннен көреміз. Әмір Темір әскерінің қос қанаты тәжірибелі атты қосындардан құралды. Алтын Орда әскерлері түгелдей дерлік атты құрамнан тұрды. Тоқтамыс әскерінің қос қанатының әскери қимылдары мықты болды және қарсыластың ту сыртынан айналып өтіп қоршауға алу тактикасымен сипатталды. Шайқас Тоқтамыс әскерінің орталық қанатының Әмір Темірдің жаяу әскерден тұратын орталық қанатына шабуылынан басталды. Алтын Орда әскерлері ежелгі дәстүр бойынша садақ тастам жерге жақындап, садақтан жебелерді жаудырды. Бірақ бұл тактика үлкен нәтижеге қол жеткізбеді. Әмір Темірдің жаяу әскері үлкен қалқандардың есебінен жебелерден сәтті қорғана білді. Одан соң Тоқтамыс өзінің қос қанаттағы әскерлеріне флангілер арқылы шабуылға шығуға бұйырды. Оларға қарсы Темірдің қос қанаттағы атты әскерлері қарсы тұрды. Бастапқыда Алтын Орданың қос қанаттан шапқан әскерінің Әмір Темірдің оң және сол қанаттарын үлкен қысымға ұшыратқандығын көреміз. Әмір Темір өзінің қос қанатына көмекке резервтегі қосындарды жіберуге мәжбүр болды. Шайқас теңескендей еді. Орталық қанаттағы шайқастар аумалы төкпелі жеңістермен өтіп жатты. Әмір Темір тарихшылары Жиһангердің шайқас барысындағы аумалы төкпелі жеңіс пен жеңілістерге соншалықты салқынқанды қарағандығын жарыса жазады. Осы тұста Алтын Орданың орталық қанаттағы қолбасшыларының бірі Бекболат Оғланның өз әскерлерімен Майдан даласын тастап шегіну оқиғасы шайқастың тағдырын шешкендей болды. Сондай-ақ Әмір Темірдің жанындағы әулие Мир Сейд Бараканың «Жеңіс сенің жаныңда болсын» деп Алтын Орда әскеріне қарай жау қашты топырақты шашып жіберуі де Әмір Темір әскеріне ғажайып күш қосқандығын бір қатар тарихшылар мақұлдайды. Осылайша бір жағынан сатқындық факторы, екінші жағынан үлкен соғыс тәжірибесіне ие, үшінші жағынан әулие қолдаған
Әмір Темірдің әскері шайқасты өз пайдаларына шеше білді. Тоқтамыс әскері Еділ тарапына кері шегінді және біразы үлкен дарияны кешіп өтуде суға кетті. Тоқтамыстың өзі шайқастан қашып құтылады және Еділдің арғы бетіндегі Бұлғар жеріне бас сауғалайды. Екі жақтан да 100 мыңнан астам адамның қаза болғандығын деректер негіздейді. Жеңіске жетсе де, Әмір Темір әскері үлкен шығынға ұшырады. Тарихи картографиялық деректерде Темір әскері 100 мыңға жуық адамнан және ірі 18 әскери қолбасшыдан айырылғандығы айтылады. Алайда, жеңістің аты жеңіс еді. Жеңіс тойын Әмір Темір 26 күн бойы мерекеледі. Бірақ жеңіс тойынан соң Әмір Темір әскері Еділден ары өтпей Самарқандқа қайтуға шешім қабылдайды. Жолай жайық бойындағы қорғансыз Қыпшақ ауылдарын шауып, үлкен олжаға кенелгендігін тарихшылар тамсана жазады. Құндыршы шайқасы Әмір Темірдің басқыншылық жорықтарындағы ең алғашқы ауыр сынақ болғандығын ұрыс нәтижесінен түсінеміз. Темір 1391 жылы Құндыршы маңында Тоқтамысты талқандағаннан кейін Алтын Орданың ханы етіп Темір Құтлықты тағайындады және жолай тонаушылық жасап өз иелігіне қайта оралды. Бұл Темірдің Алтын Орданы іштей әлсіретуге бағытталған саяси қадамы еді. Себебі Темір Құтлық Шыңғыс ханның ұрпағы болғанымен Тоқтамысқа қарағанда әлсіз әрі тәжірибесіз еді. Сондықтан оны қуыршақ хан ретінде пайдалану оңай болды. 1392 жылдың тамызында Темір Иранның қалған бөлігін басып алу үшін өзінің 5 жылдық жорығын бастады. Бұл жорықтың негізгі мақсаты Тоқтамыспен шешуші шайқасқа шықпас бұрын өзінің оңтүстік және батыс шекараларын толықтай қауіпсіздендіру және империясының негізін нығайту болатын. Ол Музаффариттер әулетін жойып, Фарс, Шираз және Исфаханды басып алды. Өз шекарасын Парсы Ирагына дейін жеткізді. Исфахан қаласының тұрғындары көтеріліске шыққанда Темір қаланы аяусыз жазалап, 70 мыңнан астам адамның басынан мұнара тұрғызды деген деректер оның қатыгездігінің айқын көрінісі болды. 1393 жылдың тамызында Темір кенеттен жорыққа шығып, Бағдаттағы Сұлтан Ахмет Жалайырды аяқ астынан басты. Ахмет әрең қашып, Мәмлүк сұлтандығын паналады, ал Бағдат ешбір қарсылықсыз алынды. Кезінде Аббасидтер халифатының гүлденген астанасы болған Бағдат бұл уақытта бұрынғы қуатынан айырылып, Жалайыриттердің әлсіз билігінде болғандықтан Темірдің алып әскеріне төтеп бере алмады. Темір қалада небәрі 2 ай болып кейін шегінді. Ол Бағдатта шағын гарнизон қалдырды. Бірақ бұл шағын гарнизонды Ахмет келесі жылы қуып шықты. 1394 жылы Темір Кавказда болып, Грузияны ойрандады және қысты Алтын Ордамен шекаралас жерде өткізді. Бұл кезге дейін Тоқтамыс күшін қалпына келтіріп, Темірге қарсы одақ құруға тырысты. Ол Алтын Орданың солтүстіктегі сауда жолдарынан түсетін байлық пен өзіне адал көшпелі тайпалардың күшіне сүйенді. Османдармен, Мәмлүктермен, Қара қойлылармен және Жалайыриттермен байланыс орнатты. Бұл мемлекеттердің барлығы Темірдің өсіп келе жатқан империясын өздеріне төнген ортақ қауіп деп санады. Сондықтан олардың мүдделері уақытша бір жерден шықты. Темір мұндай коалицияның құрылуына жол бере алмады. Темірдің қимылын бақылап отырған Тоқтамыс өз әскерін Кавказдың солтүстігіне орналастырды. Екеуі соңғы дипломатиялық әрекет ретінде бір-біріне елші жіберді. Бірақ одан еш нәтиже шықпады. Әмір Темір 1395 жылдың алғашқы айларында далаға аттанды. Бұл жолы ол сәуірде Тоқтамысты Терек өзенінің бойында қуып жетті. Алтын Орда өзеннен өтетін ең жақын өткелдің солтүстік жағалауын бақылауда ұстады. Өткелге шабуыл жасағысы келмеген Темір өзен ағысымен
жоғары қарай жүрді. Тоқтамыс 3 күн бойы оның ізінен қалмады. 3-ші түні Темірдің қосынындағы әйелдер мен қызметшілер сауыт киіп, жолды жалғастыра берді. Ал негізгі күш қараңғылықты пайдаланып, тез кері бұрылып, енді күзетсіз қалған өткелден өтіп кетті. Бұл көшпелі халықтардың соғыс өнеріне тән классикалық айла шарғы еді. Жаудың назарын басқа жаққа аударып, күтпеген жерден соққы беру. Тоқтамыс бұл айланы тез аңғарды, бірақ кеш еді. Темірдің әскері 14 сәуір күні кешке олардың жағында сапқа тұрды. Түнгі шабуылдан сақтанған Темір өз лагерінің айналасына ор қазуға бұйрық берді. Тоқтамыстың әскерлері ордың шетінде қақтығысып, музыкалық аспаптарды ойнап, айқайлап, Темірдің әскерін шабуыл болады деген үмітпен ұйықтатпады. Бірақ Тоқтамыс негізгі әскерді кері шегіндіріп, оларға демалыс берді. 15-ші күні таңертең олар қайта сапқа тұрды. Тағы да орасан зор әскер жинады. Ал Темір қоршауға түсуден сақтанып, артқы шебінің санын арттырды. Шайқасты Тоқтамыс бастады. Оның оң қанаты Темірдің сол жақ артқы шебіне соққы берді. Темір сол қанатқа көмекке келуге бұйрық берді. Содан Алтын Орданың оң қанаты шегінді. Шабуылды жалғастыруға асыққан Темірдің сол қанаты негізгі әскерден бөлініп, жалған шегініске алданып қалды. Қоршауға түскен Темірдің сол қанаты талқандалды. Жауынгерлік тәртіп бұзылды. Темір Тоқтамыс әскерінің өкшелеп қууымен бекіністі лагерге шегінді. Олар әмірді ұстап алуға сәл қалды. Егер сол сәтте Темірдің өзі қолға түссе немесе қаза тапса, бүкіл Азияның тарихы мүлдем басқа арнаға бұрылып кетер еді. Темірдің өзіне қауіп төнгенде оның қолбасшылары жедел әрекет етті. Арбаларды біріктіріп, қолдан жасалған қоршау құрды. Олар әскердің қалған бөлігі қайта жиналғанша орданы ұстап тұрды да, кешке қарай қарсы шабуылға шығып, ордалықтарды түн түскенше кері ығыстырды. Шайқастың 1-ші күні осылай аяқталды. Сол түні тәртіп пен сабырлылық қалпына келтіріліп, әскерлер 16-сы күні таңертең ерте сапқа тұрды. Тоқтамыс әскері шайқасты қайта бастады. Оның сол қанаты Темірдің алдыңғы шебін ығыстырып, көп ұзамай Темірдің оң қанаты да жеңілуге жақын қалды. Бір қолбасшы үлкен қалқандарды жерге қағуға бұйрық берді. Осы бөгеттің артынан Темірдің садақшылары аттан түсіп, жақындап келе жатқан Алтын Орда әскеріне оқ жаудырып, олардың алға жылжуын тоқтатты. Темір оларды өз оққағарларының бірнеше бөлімшесімен күшейтіп, осы оқ жаңбырының астында ордалықтарды кері серпеді. 2-ші күн Темір үшін 1-шіге қарағанда әлде қайда жақсы аяқталды. Бірақ қарт әмір Тоқтамыстың өзімен тең түсіп жатқанын білді. Сол кеште ол Тоқтамыстың лагеріндегі наразы әмір Ақтауға хабарласып, таңертең опасыздық жасаса сыйақы уәде етті. Ақтау ордадағы ықпалды әмірлердің бірі еді, және оның қол астында үлкен әскер болатын. Таңертең Ақтау ұрыс алаңын тастап кетті. Тоқтамыстың көңілі түсті. Бірақ ол табандылық танытып, қайта сапқа тұрды. Ақтаудың кетуімен оның сол қанаты әлсіреген еді. Бұл опасыздық Тоқтамыс әскерінің жауынгерлік рухын қатты түсіріп жіберді. Тоқтамыстың орталығы мен қанаттарының бәрі Темірге шабуылдады. Бірақ Темір өз күштерін оң жаққа жинап, орданың әлсіреген сол қанатын бұзып өтті. Қатты шайқас жалғасып, Тоқтамыс сол қанатты құтқарып, қоршауға түсуді болдырмауға тырысты. Бірақ бұл күні Темірдің бағы жанды. Жеңілген Тоқтамыс Темірдің тылын мазалау мақсатында бір қолбасшысын Кавказға жіберіп, ұйымдасқан түрде шегінуді жоспарлады. Бұл Тоқтамысқа Темір оның әскерін талқандағанша қашып кетуге уақыт берді.
Алайда Тоқтамыс басқа әскер жинай алмай, қалалары Темірдің құдіретті күшінің алдында оқшауланып қалды. Алтын Орданың барлық экономикалық орталықтары Қажы-Тархан, Сарай, Тана және басқалары жыл бойы Темірдің қолынан жермен жексен болды, ал олардың байлығын ол Самарқандқа алып кетті. Бұл жай ғана тонаушылық емес, Алтын Орданың экономикалық негізін түбегейлі жоюға бағытталған стратегиялық әрекет еді. Темір Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағын қиратып, сауда керуендерін өз иелігіндегі Самарқан мен Герат арқылы өтуге мәжбүрледі. Мәскеу мен Орыс қалалары Темірдің қаһарынан аман қалды. Бірақ Темір 1330 жылдары басталған құрлықтағы сауда жолдарын толығымен жойды. Осы Терек өзеніндегі шайқас Алтын Орданың орталықтанған мемлекет ретіндегі тарихына соңғы шешуші соққы болып саналады. Осыдан кейін Орда ешқашан бұрынғы қалпына келе алмады. Біртіндеп ұсақ хандықтарға ыдырай бастады. Темір таққа қайтадан Темір Құтлықты отырғызып, оның артындағы билікті өз қолбасшысы Едігеге тапсырды. Маңғыт тайпасынан шыққан бұл Едіге би кейіннен Алтын Орданың іс жүзіндегі билеушісіне айналып, Ноғай ордасының негізін қалаған. Қазақ пен Ноғай халықтарының фольклорында аты аңызға айналған тарихи тұлға болды. Оған Литвадағы қашып кеткен Тоқтамыстың ешқашан билікке қайта оралмауын қамтамасыз ету жүктелді.